Әйелдің қадірін кейде тек жоғалтқанда ғана біледі. Бұл видеоны көріп отырған сіз жай тыңдарман емес, себебі сіздің жүрегіңізде жауап іздеп тұрған бір сұрақ бар. Неге кейбір ер адамдар әйелдің бәрін уақытында бағаламайды? Бұл сұрақты әйелдер де, ерлер де өзіне қояды. Ал шындығында жауап әрдайым біреу. Әйелдің қадірін кейде тек жоғалтқанда біледі. Бұл табиғи заңдылық. Бұл адам психологиясының ең ащы, ең шын бөлімі, және бұл бүгінгі видеоның негізгі тақырыбы. Бірінші, әйел неге өзінің қадірін жоғалтады? Әйел жүрекпен өмір сүретін жан. Ер адамға сенеді, жаныңды береді, сезіне, сөзіне сенеді, көңілін береді, уақытын береді, жылуын береді. Бірақ бір сәтте әйел байқамайтын нәрсе бар. Ол бере береді, ал ер адам ала береді. Әйел жақсы көрген сайын жақсы жұмсарады, жұмсарған сайын өз шекарасын жоғалтады. Жарайды, мейлі, өзің біл деген сөздер күнделікті әдетке айналады. Ал ер адам ше? Ол да бір сәтте үйренеді, тым тез үйренеді. Әйелдің жақсылығына, төзіміне, күтіміне, жұмсақтығына. Және ол жақсылықты табиғи нәрсе деп қабылдай бастайды. Қадір үнсіздіктен төмендейді, қадір түсініксіз сөйлесуден төмендейді, қадір бағаламаудан төмендейді. Әйел мұның бәрін сезеді, бірақ үндемейді. Неге? Сүйеді. Жүрегін жоғалтқысы келмейді. Бірақ дәл осы жерден ең үлкен қателік басталады. Өзін жоғалтып, біреуді сатып қалуға тырысу. Екінші, ер адам неліктен қадірді жоғалтады? Ер адам психологиясында бір ереже бар. Ол бар нәрсенің бағасын жоқ кезде түсінеді. Неге? Өйткені ол әйелдің жылуын, махаббатын, қолдауын әрқашан бар деп ойлайды. Ол бәрібір кетпейді деп ойлайды. Ол бәрібір түсінеді деп ойлайды. Ол бәрібір кешіреді деп ойлайды. Бірақ бір сәтте әйелдің жүрегі шаршайды. Сөзі де шаршайды, жылаудан шаршайды, түсінуден шаршайды, күтуден шаршайды. Әйел үнсіз қалады. Ал әйел үнсіз қалған сәт ең қауіпті сәт. Өйткені бұл үнсіздікте екі нәрсе бар: уақыт және шешім. Ал әйелдің шешімі ер адамның жүрегін шаншиды. Күтпеген жерден, дәл қадір жоғалған кезде. Ер адам міне сол кезде ғана түсінеді. Оның күткенінде жылулық болған, оның жазғанында жанашырлық болған, оның кешіргенінде махаббат болған, оның үнсіздігінде ауыр реніш болған, оның көзіндегі мұңды өзі тудырған. Ер адам кеш түсінеді, көп жағдайда тым кеш. Үшінші, әйелдің кетуі. Тыныштық. Әйел кетемін деп айғайламайды. Әйел кетемін деп алдын ала ескертпейді. Әйел кетемін деп дауыс көтермейді. Әйел тек бір күні үнсіз жиналып кетеді. Жыламай, өтінбей, сұрамай. Себебі әйел кетуді ойласа, ол шешімді жүрекпен емес, ақылмен қабылдайды. Ал әйелдің ақылы шешсе, ол қайтып келмейді. Ер адам сол кезде ғана түсінеді. Бір кезде барлық жылы сөздерді айтқан, бәрін кешірген, әдемі күлген, жанымен сүйген әйел жоқ. Ал бос орынды толтыру қиын. Жоқ нәрсенің үйреншікті жылуын табу мүмкін емес. Төртінші, неліктен ер адам жоғалтқанда қиналады? Өйткені адам жүрегі солай жұмыс істейді. Барды жоғалтып барып қана оның мәнін түсінеді. Ер адам шын мәнінде үш нәрсені жоқ кезде байқайды. Бірінші, үйдің ішіндегі жылулық. Ол әйелдің энергиясынан келеді. Әйел кетсе үй босайды. Дыбысы бар, жылулық жоқ. Екінші, қамқорлықтың жоқтығы. Шайды өз қайнатады, киімін өзі реттейді. Сырқаттанса ешкім жанында отырмайды. Жақсылықтың қадірін сол кезде біледі. Үшінші, әр сөздің артындағы мағынаны түсінеді. Бұрын жарайды деп айтқан әйелдің шынымен ренжіген, өзің біл дегені көңілі қалған, жақсы дегендегі салқындық оның шаршағаны екенін кеш ұғынады. Ер адам міне осы кезде өзгереді. Бірақ өкінішке қарай көбіне бұл өзгеріс ол кетіп қалған соң келеді. Бесінші, әйелдің қадірі оның жылуында. Әйелдің ең үлкен құндылығы оның жылы жүрегінде. Әйелдің шынайылығы, әйелдің адалдығы, әйелдің сезімі, әйелдің мейірімі. Әйел махаббатты жүрегімен береді, жүрегімен сүйеді, жүрегімен кешіреді, жүрегімен күтеді. Сондықтан әйел
кеткенде ер адам жүрегін жоғалтады. Өйткені әйелдің орнын басқа әйел баса алады, бірақ сол әйелдің жылуын ешкім қайтара алмайды. 6. Әйелге арналған қажет сөз. Егер сен дәл қазір өзін бағаламайтын қарым-қатынаста жүрсең, бір нәрсені есіңе салайын. Сен арзан емессің, сен қайталанбайтынсың, сен уақытша адамға арналмағансың. Сені бағаламаған адам сен үшін жаза емес, ол сабақ. Ал сенің болашағыңда сенің жүрегіңді түсінетін адам болады. Өйткені ол әйелдің жүрегін түсіну ең ақылды еркектің қолынан келеді. 7. Ер адамға айтар сөз. Егер сен осы видеоны тыңдап отырған ер азамат болсаң, бір нәрсені ойла. Сені шынымен сүйген әйелді жоғалтпа. Ол қайтып келмейді. Ол үндемей жүрсе, бұл реніш. Ол шаршаған болса, бұл белгі. Ол алыстаған болса, бұл соңғы ескерту. Әйелді бағалау сөзбен емес, әрекетпен. Қазір көрсетілмеген қамқорлық ертең өкінішке айналады. 8. Түйін. Әйелдің қадірін жоғалтқанда білу уақыттың ең ащы сабағы. Бірақ бұл сабақ әркімге берілмейді. Бұл сезімге, жүрекке, жауапкершілікке берілген сынақ. Бір нәрсені ұмытпа. Сені бағаламаған адам сенің адамың емес. Ал сенің адамың сені жоғалтудан қорқатын адам. Әйелдің қадірі оның кетуінде емес, оның бар кезінде бағаланғанында. Авторлық ой салар түйін. Жоғалтқан адам емес, қадірін уақытында көре алмаған адам ұтылады. Ал жүрегі таза әйел ешқашан жалғыз қалмайды. Өйткені шынайылықтың иесі тағдырда әрқашан өз орнын табады.